Сәлем достар, бұл BCN Рус каналы, және де бүгін біз сіздермен предлогтарды тереңірек үйренетін боламыз. Оның ішінде в, на, из, с айырмашылықтарын үйренеміз. Мысалы, егер біз в предлогын қолдану үшін, қай жерде қолданамыз? Егер сіз бір жерге баратын болсаңыз, немесе сіздің тұрған жеріңізді айтқыңыз келсе, баратын жағыңыз жабық жерде болса, және де бір нәрсені ішінен алғыңыз келсе, онда в предлогын қолданамыз. Бірінші мысал, бара жатқан жағыңызды айтқыңыз келсе, я иду в школу, я иду в офис. Ал егер сіз сол тұрған жеріңізді, отырған жеріңізді айтқыңыз келсе, я в школе, я в офисе. Яғни сіз тұрған жеріңізге в деген предлогты қолданыңыз. Я в магазине. Ал егер сіз жаңағы осының барлығы байқап тұрсаңыз, барлығы да жабық жер. В магазине, в школе, в офисе деген жабық жер. Яғни жабық жердің барлығына в предлогын қолданамыз. Сонымен қоса сіз бір нәрсені ішінен алғыңыз келсе, онда в предлогын қолданамыз. Например, в шкафу пальто висит, в сумке телефон. Яғни бір нәрсенің ішінде болса, в деген предлогты қолданамыз. Жаттап алдыңыздар. Ал на предлогын біз көбінесе ашық жерлерде қолданамыз. Және де бір зат бір нәрсенің үстінде болса. Ашық жерлерде қалай? Например, ты где? Я на море. Ты где? Я на поле, на улице. Яғни дала, барлығы ашық қой. Сол үшін біз ашық жерлерге на деген предлогтарды қолданамыз. Сонымен қатар бір заттың үстінде бір зат жатса, онда на предлогын қолданамыз. На парте лежит книга, на столе лежит телефон, на деген предлогты қолданамыз. Енді из бен с айырмашылығын біліп алайық предлогын. Егер сіз бара жатқан жағыңызға в предлогын қолданса, қайтар кезде из предлогын қолданасыз. Например, я еду в Туркестан. Я еду из Туркестана. Түсінікті ғой, бара жатқан жағыңызға в предлогын қолданасыз, ал қайтар кезде из предлогын қолданасыз. Я еду в Астану, я еду из Астаны. Қайтатын кезде из предлогын қолданасыз. Сонымен қатар сіз егер бара жатқан жағыңызға егер на предлогын қолдансаңыз, қайтар кезде с предлогын қолданасыз. Например, я иду на работу, я с работы. Я иду на работу, я пришла с работы. Егер наны қолдасаңыз, қайтар кезде с предлогын қолданасыз. Я иду на фабрику. Я с фабрики пришла. Түсінікті ғой. Енді осының барлығын біз біртіндеп талдайық. Қай жерде на қоямыз, қай жерде с, осыны жеке-жеке нақты ережелерімен түсіндіріп өтейін. Қараңыз. Бірінші ол бізде в, бұны нақты қай жерде қолданамыз. В используется со всеми континентами и с большинством стран. Например, в Европе, в Америке, в Азии, в Африке, в России, в Германии, в США, в Казахстане. Сонымен қоса с городами, с деревнями и с названиями других административных регионов. Например, в Астане, в Шымкенте, в Караганде, в Париже, в Лондоне, в деревне, в поселке. Яғни ауыл, қала, елді мекеннің барлығына біз в деген предлогты не істейміз? Қолданамыз. Сонымен қатар үшінші ережеміз ол в домах и в большинстве других закрытых помещениях внутри чего-то. Например, в доме, в квартире, в комнате, в стакане, в шкафу. Но жаңағы кухняға келген кезде на кухне деп айтамыз. В кухне емес, на кухне деп айтамыз. Ол өзі солай тарихи қалыптасып кеткен сөздің бірі. Келесі, с учебными заведениями, банками, организациями, офисами, учреждениями культуры. Например, в университете, в школе, в министерстве, в музее, в театре, в кино, в парке, в цирке. Байқасаңыз, бұлардың барлығы жабық помещение. Мен айтқан болатын жабық помещенияның барлығына біз в деген предлогты қолданамыз. Келесі, с различными коллективами людей. В классе, в группе, в отеле, в штате, в бухгалтерии, в администрации, в правительстве, в парламенте. Яғни осылардың барлығына в предлогын қолданамыз.
Енді на предлогына келдік. Наны біз со сторонами света. Например, где? На юге, на севере, на западе, на юго-востоке. Ты где живешь? На юге живу. У нас на юге тепло, а на севере холодно, иә? Яғни батыс, шығыс, оңтүстік, солтүстік айтатын болсақ, біз на предлогын міндетті түрде не істейміз? Қолданамыз. Келесі бізде с факультетами, курсами, различными мероприятиями. На философском факультете, на курсе иностранных языков, на курсе русского языка, на концерте, на уроке, на выставке, на спектакле, на балете, на опере. Осының барлығына на предлогын қолданамыз. Ты где? На уроке. Ты где? На выставке. Түсінікті ғой, иә? Келесі наны қолданатын жері, мысалы, например, да, на заводе, на фабрике, ехать на автобусе, на поезде, на машине, плыть на пароходе, лететь на самолете, я? Куда? На завод. Ты куда? На завод, на фабрику, на работу, я? Где? На заводе, на фабрике. Яғни осының барлығына на предлогын қолданамыз. Сонымен қоса почта мен вокзалға да сол. На вокзале, на почте. Ты куда идешь? На почту. Ты куда идешь? На вокзал. Сол сияқты на мен вокзал мен почтаға на предлогын қолданамыз. Түсінікті ғой, иә? Бүгіндікке осы, сіздерге барынша түсінікті қылып айттым деп ойлаймын. Егер сізге менің видеом ұнаса, міндетті түрде лайк баса кетіңіздер, достарыңызбен бөлсеңіздер де болады, және де комментарийге міндетті түрде тапсырманы орындай кетіңіз. Тапсырма ол мен үйреткен в, на, из, с осы 4 предлогтың біреуіне мысал келтіріп комментарийге жаза кетіңіздер. Келесі сабақта кездескенше.